Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Өздеріңізбен онлайн форматта қауышып, Ахмет Байтұрсынұлының ағартушылық қызметі жөнінде және Ахмет дәріптеген оқытудың әдіс тәсілдерін қолдану іс тәжірибемізбен бөлісуге мүмкіндік туғанына қуаныштымын. Саналы ғұмырын оқу ағарту ісіне арнап, қарапайым халықтың көзін ашуға ұмтылған Ахмет Байтұрсынұлының қазақ ғылымы мен мәдениетіне, әсіресе ұлттық педагогика мен оқу ағарту ісіне сіңірген еңбегі өлшеусіз. Ол тек оқу білімге шақырып қана қойған жоқ. Мектептің жайын, оқытудың қыр-сырын тікелей ұстаздық қызмет атқара жүріп терең ұғынды. Сондықтан да халқымыз Ахмет Байтұрсынұлын ұлт ұстазы деп дәріптейді. Оның ғылыми педагогикалық, дидактикалық тұжырымдары өзінің жеке іс тәжірибесіне негізделуімен құнды. Назарларыңызға Ахмет Байтұрсынұлының өз қолымен жазылған өмірдеректі ұсынамыз. Бұл өмірдерек Алматы қаласындағы Ахмет Байтұрсынұлы музейінен алынды. Ахмет Байтұрсынұлының ағартушылық қызметін сипаттау мақсатында осы өмірдерек негізінде әзірлеген мына картаға назар аударыңыздар. Картада ұлт ұстазының мұғалімдік қызметінің сызбасы көрсетілді. Өздеріңізге мәлім, Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте дүниеге келді. 1882-1884 жылдары ауыл молдасынан сауатын ашады. 1886-1891 жылдары Торғайдағы орыс қазақ училищесінде оқиды. Ал 1891-1895 жылдары Орынбордағы Ыбырай Алтынсарин негізін қалаған 4 жылдық мұғалімдер семинариясын оқып бітіреді. Осы Орынборда оқып жүрген кезінде Қостанай облысындағы Әулиекөлде педагогикалық тәжірибеден өтеді. 1895-1897 жылдары Ақтөбе губерниясы Бестамақ болысындағы қазақ мектебінде сабақ береді. Ал 1897-1898 жылдары Әулиекөлдегі 2 сыныптық мектепте ұстаздық етеді. Осы жерде өзінің өмірлік жары Бәдірсәфәмен кездеседі. Әулиекөлдегі бір көл осы Ахмет Байтұрсыновтың құрметіне мұғалім көлі деп аталады. Осы көлдің жағалауында Ахмет жұмыс жасаған мектеп ғимараты әлі күнге шейін тұр. Одан ары қарай картаға назар аударсақ, 1898-1902 жылы Ахмет Меңдіқара мектебінде ұстаздық етеді. Осы жылдары қосымша Қостанай қаласында 2 сыныптық орыс қазақ мектебіне сабақ береді. 1902-1904 жылдары Омбы қаласында іс жүргізуші болып қызмет етеді. Одан әрі 1904-1909 жылдары Қарқаралыдағы орыс қазақ училищесінде сабақ береді де, кейіннен сол оқу орнын басқарады. 1909 жылы Ахмет оқушылардың көзінше тұтқынға алынып, Семейдегі түрмеде 8 ай жатады да, кейін Орынборға жер аударылады. 1910-1924 жылдары Орынбор қаласында тұрады. Осы жылдары Ахмет Байтұрсынұлы қоғамдық саяси жұмыстармен және ғылыми көпшілік еңбектер жазумен айналысады. Біз осылайша Ахмет Байтұрсынұлының ұстаздық қызметіне қысқаша шолу жасап өттік. Енді Ахмет Байтұрсынұлының ұстаздық тәжірибесінен қорытқан ағартушылық ой пікірлеріне тоқталайық. Ахмет мектепте бала бергенде ата-анасы баланы тұрмыс ісіне қайым болып, өмірдің азабын көрмей, рахатын көргендей адам болып шықсын деген үмітпен береді. Мектептің міндеті берген баланы ата-ананың үміті мен мемлекеттің мақсатындағы көздеген адам қылып шығару. Бұл міндетін дұрыс атқару үшін көздеген мақсатқа керек істерді дұрыстап істеуі тиіс деп, мектептің басты мақсаты мен міндетін анықтап берді. Ұлт ұстазының бұл тұжырымдары күні бүгінге дейін өзекті.
Сонымен қатар өз тәжірибесіне сүйене отырып, Ахмет Байтұрсынұлы қазақ даласында патшалық Ресейдің отарлау саясатының қалай іске асырылып жатқанын үнемі әшкерелеп, қазақтың ұлттық кодын сақтап қалу үшін аянбай күрес жүргізді. Байтұрсынұлы орыс мектептерінде тәртіп те бар, құрал да сай, мөлшер, жоспар бәрі де бар. Сонысына қарай пайдасы аз. Олардың пайдасын кемітіп отырған бірақ нәрсе қазақты орысқа аударамыз деген пікірі білдіріп отыр деп, оқу ағарту ісіндегі бұл саясаттың түпкі мақсаты туралы батыл-батыл пікір білдірген. Қадірменді ұстаздар, сөзімді Ахмет Байтұрсынұлының ұлт жұмысы үлкен жұмыс. Басқадан кем болмасы үшін біз білімді, бай, һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға күш керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек деген тұжырыммен аяқтағым келеді. Құрметті әріптестер, күрделі де қызықты ұстаздық еңбектеріңізге сәттілік, табыс және шабыт тілеймін. Назарларыңызға рахмет.